Біз халықтың тілегі мен заман талабына сай тиімді мемлекет құруға міндеттіміз. Мемлекеттік қызметке нақты сектордан меритократия және ашық бәсекелестік қағидаттарына сай іріктеуден өткен жаңа басқарушы азаматтарды аламыз. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Мемлекеттік қызметке орналасқыңыз келе ме? Мен ол үшін не істеу керек екендігін айтып беремін. Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметке қол жеткізу құқығы тең. Ол үшін конкурсқа дейінгі іріктеудің келесі кезеңдерінен өту қажет. Тестілеуден өту, конкурсқа қатысуға құжаттарды тапсыру, әңгімелесу. Мемлекеттік тілді және заңнаманы білуге арналған тестілеу 3 бағдарламадан тұрады. Сондай-ақ жеке құзыреттерді бағалау. Біріншісі, тестілеуден өту үшін үміткерлерге тестілеу күніне дейін бір күннен кешіктірмей ЕГОФ арқылы немесе азаматтарға арналған үкіметке жүгіну арқылы өтініш беру қажет. Мұны ЕГОФ мобайл мобильді қосымшасы арқылы жасауға болады. Тіркеу кезінде бағдарламаны көрсетіп, тестілеу күні мен уақытын белгілеу қажет. Сәтті тіркелгеннен кейін сіз растайтын қолхат аласыз. Азамат белгіленген уақытта Павлодар қаласы, Қайырбаев көшесі 32-ші мекен жайы бойынша немесе еліміздің басқа да тестілеу филиалдарында тестілеуден өтеді. Екінші, заңнаманы білу тестілеуінен оң нәтиже алған жағдайда азамат жеке құзыретін бағалау тестілеуіне жіберіледі. Жеке қасиеттерді бағалау бойынша тестілеуден өту мәні дұрыстық деңгейі бойынша кемінде 50% құрауы тиіс. Нәтижелері бойынша жыл бойы жарамды болатын, әрі конкурстық іріктеуге қатысуға мүмкіндік беретін қорытынды мен сертификат беріледі. Өткізілетін конкурстар туралы хабарландырулар Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің сайтында www.gov.kz және конкурс өткізетін мемлекеттік органның сайтында орналастырылады. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар конкурс өткізетін мемлекеттік органға құжаттарды тапсырады. Біріншісі өтініш, екіншісі 3x4 өлшемді түрлі түсті фотосуреті бар кандидаттың қызметтік тізімі. Үшіншісі білімі туралы құжаттардың және оларға қосымшалардың көшірмелері. Құжаттардың көшірмелері нотариалды куәландырылады, немесе персоналды басқару қызметі құжаттардың көшірмелерін түп нұсқалармен салыстырады. Құжаттарды онлайн жіберуге рұқсат етіледі. Үшіншісі, әңгімелесуге жіберу және әңгімелесу. Жарияланған лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына, сондай-ақ мемлекеттік қызметке орналасу шарттарына сәйкес келген жағдайда кандидаттар әңгімелесуден өтеді. Конкурстық іріктеудің ашықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз ету үшін отырыстарға байқаушылар қатысады. Сондай-ақ техникалық жазу құралдары пайдаланады. Әңгімелесу қорытындысы бойынша конкурстық комиссия конкурс өткізілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде интернет-ресурста орналастырылатын шешім шығарады. Мемлекеттік қызметке орналасуға қатысты қосымша ақпарат пен консультацияны Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің байланыс телефон арқылы алуға болады. Құрметті азаматтар, мемлекеттік қызметке орналасыңыз, елдің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.